Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Құрметті достар, бұл видеода тіс ауруын басатын 7 пайдалы тәсілін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Тіс ауруы күтпеген кезде келетін қонақ. Бұл мәселе сіз үшін бейтаныс болуы мүмкін, алайда тіс адамның ең жанды жері. Бұл жағдайды түзетіп, қорқынышты сезімнен қалай арылуға болады? Біз сіздерге ауруды бірден басатын 7 әдісті ұсынғымыз келіп отыр. Тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Мақта тығының самырсын майында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл иекке 10-15 минут басып, 1,5 сағат, 2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз нәтижесін көресіз. Тіс ауруынан құтылуға бас бармақ пен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауруы аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру керек. Ауруды жеңілдетуге белгілі бір нүктеге массаж жасау көмектеседі. Жоғарғы еріннің үстіндегі нүктені тауып, бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға болады. Ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектерін бетіңізге басу көмектеседі. 5-6 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стақан суда ертіп, ауру тісіңізді шайыңыз. Ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгін шөп тұнбасы мен камфор спирті. Осы тұнбалардың біріне шайылған мақтаны тісіңізге бассаңыз, ауруды тежейді. Әрине, тісіміздің саулығын күтіп, тіс дәрігерінің қабылдауында жиі болуымыз керек. Алайда ауру айтып келмейді ғой. Сондай кезде не істеу керектігін білесіз. Құрметті достар, видеоның соңында лүпіл басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта қызықты және де пайдалы кеңестерді айтатын боламын.